Жуырда Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 30 жылдығына орай еркін және әйелдер күресіне жастар арасында Кеңес одағының батыры генерал-майор Сабыр Омарұлы Рахымовтың жүлдесіне арналған 25-ші халықаралық жарыс басталды. Дүбірлі дода Түркістан қаласындағы Әлем-центр спорт кешенінде жалауы желбіреп, халықаралық күрес жарысының ашылу салтанаты жоғары деңгейде өтті. Қазақстанда күрестің әлемдік деңгейде дамуына өз үлесін қосып келе жатқан бұл турнир ерекше болып ұйымдастырылды. Аламан күрес додасына Ресей, Өзбекстан, Қырғызстан, Тәжікстан және Қазақстанның барлық облысының балуандары қатысып, күш сынауда. Жарысқа арнайы келген Түркістан қаласының әкімі Нұрбол Тұрашбеков құттықтау сөз сөйлеп, балуандарға сәттілік тіледі. Түркістан қаласына келетін болсақ, бүгінгі таңда қаланың 40%-нан спортпен айналысады. 200-ден астам біздің спорт залдарымыз бен спорт алаңшыларымыз бар. Егемендік алған тәуелсіз жылдарымызда біршама көрсеткіштерге қол жеткізсек, соның ішінде спорт саласында да өзінде қарыштап дамып келеді. Құрметті спортшылар қауым, бүгінгі жарысты ашық деп жариялауға рұқсат етіңіздер. Әлемдік деңгейде өтіп жатқан турнирге ерлерден 410 апайтөс балуан қатыса, қыздардан 110-нан астам бұрымды спортшы бақтарын сынауда. Айта кетерлігі 11 салмақ бойынша саңлақтар өзара мықтыны анықтайды. Жарыстың алғашқы күнінде палуандар боз кілемде 4 салмақ бойынша күресуде. Мадина Нұрланқызы, Гүлмира Саржанова, ақпарат.